Премьер-министрдің бірінші орынбасары Жамбыл облысына жұмыс сапары барысында ірі инвестициялық жобалардың жүзеге асу барысын көрді. Өңір басшысымен бірге жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды, салынып жатқан өндіріс орындарын аралады. Жұмыс сапары еліміздегі химия өнеркәсібінің жетекші кәсіпорындарының бірі Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен басталды. Кәсіпорын 2026 жылдың қаңтар-сәуір айларында жалпы құны 64,2 миллиард теңгені құрайтын 246,1 мың тонна өнім өндірді. Бүгінде Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі отандық агроөнеркәсіп кешенінің минералды тыңайтқыштармен қамтамасыз етіп қана қоймай, өз өнімдерін Ресей, Беларусь, Түркменстан, Литва, Латвия, Польша және басқа да елдерге экспорттайды. Компания қарқынды дамуда, ол жаңағыдай жылдық көрсеткіштерге қарап айтсақ та болады. Жылдық көрсеткіштер жылдан жылға көбейіп жатыр. Әр жыл сайын басқаша цифрлар. Әрине оның барлығы осы біздің жұмысшылардың, ұжымның арқасында және біздің басшылықтың арқасында осындай жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Премьер-министрдің бірінші орынбасары тұрғын үй құрылысы, энергетика және көлік инфрақұрылымы салаларындағы жобалардың іске асырылу барысымен танысты. Тараз қаласындағы Балауса жаңа шағын ауданында 145 тұрғын үйдің, 2 мектептің, 3 балабақшаның, онкологиялық диспансердің, көп бейінді аурухананың, лицей-интернаттың, неке сарайының, инновациялық шығармашылық орталығының және дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы жоспарланған. Жаңа шағын аудан бірыңғай сәулеттік тұжырымдама негізінде бой көтеріп, заманауи жаңа тұрғын үйлермен қатар қажетті инженерлік инфрақұрылыммен толық қамтамасыз етіледі. 40 пәтерін үй беріп отырмыз. Квартиралар, получается, 2 комнаталық, 3 комнаталық и 4 комнаталық бар. 2 комнаталық 71 метр, 3 комнаталық 81 метр и 4 комнаталық 101 метр. Жауапты мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға энергетика нысандарын жылыту маусымына сапалы дайындауды, жылумен қамту жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етуді және әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымдық жобалардың құрылысын белгіленген мерзімде аяқтауды ерекше бақылауға алуға тапсырылды. Махаббат Құсайын, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.